Бала күнімде естігенімдей, қазақтар сарттарды екіттір, көзбе-көз адамға жақсылығынды асырып, сыртынан айласын асырып жүретін жұрт. Ноғайларды түкке икемі жоқ, қайдағы бір саудагер дейтін. Соларды естіп, ей Құдай-ай, бізден асқан жақсы халық жоқ-ау сірә деп қуанатынмын. Енді қарап тұрсам, сарттың қолынан келмейтіні жоқ, саудагер болып аяқ баспаған жері жоқ. Қазаққа керек заттың бәрін әкеліп тұрады. Ғылымның бәрі ұрыста демекші, бар өнерді бізден бұрын үйреніп алды. Қайта ас табу үшін біздер оларға жалшы болдық. Біздің ең бай деген адамның өзін лас болғаны шық сасық қазақ үйден деп қуып шығарады. Оның бәрі еңбектің жайын білгендіктің арқасы. Орысқа тіпті айтар сөзім жоқ, біздің олардың құлы, күңі түгілі құнымыз жоқ. Абай атамыз бұл қара сөзінде өзіне дейінгі және сол кездегі қазаққа деген қынжылысы, қазақ бойындағы ең жарлық пен жалқаулықты сынауы, қазақтың тағы бір кемшілігі жұртқа күлегештігі. Еңбекпен мал тауып, өнер қуып, ешкімге жем болмасақ деген Абайдың халқына жаны ашыған айқайы. Естір құлақ, іске асырар жан болса деген көңіл жұбанышы, Абайдың болашақ ұрпаққа деген үлкен үміті. Сол үмітін ақтайық.